Жанкүйерлер, осылайша Найза 77 турнирінің негізгі кардың жекпе-жектеріне де келіп жеттік. Алғашқы раунд бұл Ағара Жұмабеков пен Біләл Хусайн арасындағы жекпе-жек. Өте бір тартысты айқас болады деп күтудеміз. Мінекей Хусайн алғашқы соқсы, Жұмабеков қарсыласын іштен бір нұқып тексеріп көрді. Жігіттердің дене бітімі барлығы бір-біріне сай, жастары да, бойлары да. Қауіпті қазір міне. Жақсы бір Ағарыстың тарапынан ұмтылыс. Ал Хусайн қандай әрекет етеді? Қашықтықта Жұмабеков жақсы өлшегенде. Как зацепил, но все добивает Ағаров! Жұмабеков! Нокаут! Бұл сөзсіз жарқын жеңіс. Және де Дон Корлеоненің музыкалық туындысы дейміз, музыкалық әлемінен рухтан шыққан Хусайн енді аздап көз жазып қалды. Давайте честно, его выход в клетку длился дольше, чем его выступление. Да? Даже с учетом, наверное, момента, когда объявляли и его имя, и соперника. Бірақ біз де осындай қойылымдарды сұраймыз ғой. Да? Как минимум, этим он порадовал. Давайте обратим внимание, также здесь баннер подготовил Харац. Насколько я понимаю, бір көмек қолын сұрау мақсатында, қайырымдылық мақсатындағы баннер. Құттықтаймыз, Ағаров өте жақсы ұмтылыс болды және дәл соққымен айқастың нүктесін қойды. Енді біз Біләл Хусайнның бір кәсіби рекордын кемсітіп, я болмаса оның бір жауынгерлік сипатына міндағатындай жөніміз жоқ. Дегенмен екі жауынгер бір-біріне құрметін білдірді. Және де осылайша жарқын жеңіске қол жеткізді. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жек бірінші раунд 44-ші секундта тоқтатылды. Нокаутпен жеңіске жеткен алаңның көк бұрышы Ағарыс Жұмабеков!